Сәлем достар, ауа райы тамаша болып тұр Алматыда. Қарап өзім тамсанып тұрмын ғой, қандай керемет жерде тұрамын деп. Таза ауа, табиғаты керемет. Біз балалармен торговый домға шықтық. Головоломка мультфильмін қарауға. Өте керемет мультфильм. Барлық ата-аналар балаларыңызбен бірге үйлеріңізде болсын, кинотеатрға барып болсын, осы мультфильмді көруге кеңес беремін. Балаларыңыздың мінездерінің бір қалыпты болмауы, жылап, қуанып, ашушаң болуы, барлығын түсіністікпен, ұрыспай қарауларыңызға кеңес беремін. Осы мультфильмнен кейін көп нәрсені түсініп шығасыздар. Айтөреде тыныш отырып көріп отырды мультфильмді. Менің кішкентай ұлым. Менде осы бөлмеде ремонт жоқ болатын. Нағашы әпкемді шақырып, екеуміз бірге обой жапсырдық. Мен қасында көмектесіп жүрдім. Ол кісі главный жұмыстарын жасады. Алдында жұмысшыларды шақыртып едік. Осы кішкене ғана бөлмеге 50-60 мың теңге сұрады. Сонымен өзіміз жапсырып тастадық бір күнде. Өте әдемі болып қалды. Енді осы бөлмеге маған штор алуым керек. Содан кейін келесі күн жұмыстарымызды бітіріп, осылай базарға шықтық. Айтөре есік ашып тұр бізге. Воротаны ашып тұр ғой. Базарға барып, сонда парикмахерскийге Айтөренің шашын алдырып алдым. Садикке ату шашы өсіп кеткен. Күнде ойлап, ұмытып кетіп жүргем. Содан кейін барып, овощи, фруктыларымызды алдық. Одан кейін үйге келдік. Туған күніне берген набор ғой, осында КамАЗ нелер бар. Соны енді жалыққанша біраз уақыт осылай ұйықтағанда да құшақтап жатады. Тастамайды өзінің қасынан. Одан кейін кішкене далаға шықтық. Далада бізде тапчан, еш нәрсе жоқ екен. Балалар отырып демалатын. Айтөре шаршап кетті ғой деп ойнап жүріп. Бір жаман лақтыруға қойған кілемнің шетіне жата қалыпты ғой, жататын жер жоқ болғаннан кейін. Одан кейін бір қарасам, есік алдында жинап жүріп, тура кіреберіске осылай жатып алыпты. Сонымен бізге есік алдыға бір тапчан керек екен ғой деп қалдым. Жаздың күні рахат қой, тапшанда шай ішсең де, демалсаң да, кешкі салқында жатсаң да. Сонымен бізге срочно навесіміз біткеннен кейін тапчан керек. Бізде Алматыда резко осылай жауын жауып кетті. Бірақ жауын жауғаны өте жақсы, ауа тазарып, керемет болып қалады ғой. Мына біздің навесіміз осы, бұйырса биыл бітіруіміз керек деп алдымызға мақсат қойып отырмыз енді. Бұйырса бітіп қалармыз. Алматының ауа райы деген керемет қой, міне 10-15 минуттан кейін осылай күн қайтадан жарқырап шыға келді. Енді қазір кешкі астың қамын ойлап, кешкі ас дайындаймын. Сонымен біздің күніміз осылай өтіп жатыр. Мына кереметті қараңыздаршы. Қандай. Мен өзім тауды жақсы көрем. Жасыл, парк, орман деген сияқты. Сондай жасыл табиғатты жақсы көрем. Көп адамдар жақсы көретін шығар.